Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте керемет, жұмсақ, нәзік болып шығатын балды торттың рецептісін көрсеткім келіп тұр. Дәл осы балды тортты менің рецебім бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға балымызды салып, оттың астын орташа отқа қойып, балды тоқтаусыз араластыра отырып қыздыратын боламыз. Балымыз қызый бастаған сәтте үстінен ас содасын салып, жақсылап араластырып, содамыздың 2 есеге ұлғаюын күтеміз. Дәл осылай 2 есеге ұлғайып көпірши бастайды. Осы сәтте оттың астын тағы да баяулатып, үстінен сары майды саламыз. Сары майымызды салғаннан кейін тоқтаусыз араластыра отырып, дәл осы сары майдың толыққанды еріп шығуын күтетін боламыз. Дәл осындай әдемі түске енеді және біздің майымыз толыққанды еріп шығады. Осы сәтте оттан алып бірден бөлме температурасында суытуға қалдыратын боламыз. Осы уақыт аралығында таза ыдысымызға шым-шым тұзымызды салып, үстінен жұмыртқаларымызды салып, осы массамызды миксердің көмегімен араластыратын боламын. Миксердің жылдамдығын аз-аздан көтере отырып, жұмыртқамызды біркелкі болғанша араластырып алатын боламын. Келесі кезекте осы жұмыртқаның үстінен қантты аз-аздан сала отырып, аппақ көпіршік түске енгенше араластыратын боламын. Миксердің жылдамдығын аз-аздан көтере отырып араластырған дұрыс. Өте керемет болып шығатын торттың рецептісі деп айтқым келеді. Тексерілген рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Дәл осындай көпіршік болып шықты. Үстінен бөлме температурасында суыған балды құйып, тағы да миксермен жақсылап араластыратын боламын. Келесі кезекте дәл осындай массамыздың үстінен електен өткізілген ұнды салатын боламыз. Мен алдын ала өткізіп алған болатынмын. Және миксердің көмегімен ұн толыққанды араласқанша араластырып аламын. Менде дәл осындай масса шықты. Осы массамызды қасықтың немесе лопатканың көмегімен тексеріп аламыз. Егер сұйықтау болса, тағы да 2 ас қасық ұн салуға кеңес беремін. Келесі кезекте өздеріңіздің пісіретін формаларыңызды дайындап алсаңыздар болады. Мен дәл осындай 4 бұрыш ыдысқа жасайтын болғандықтан пергамент қағазына дәл осылай формасын сызып дайындап аламын. Дәл осындай пергамент қағаздан 4 қағазды бірден жасап дайындап қоямын. Осындай қағаз шықты. Және осы қағазымыздың жазуын төмен қаратып, противеньге салатын боламын. Алдын ала пешті 180 градусқа қыздырып қойдым. Осы уақыт аралығында пергаментқа қамырды дәл осылай салып, маған қажетті формаға келтіремін. Және осы корждарымызды 180 градуста 7-8 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Дәл осылай пісіп шықты. Барлық корждарымызды қағаздан алып, суытатын боламын. Дәл осылай суып шыққан корждарымыздың шеттерін кесіп алып, блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Бұл үгітінділер біздің тортымыздың жан-жағын және үстін сәндеуге қажет болады. Келесі кезекте барлық корждарымды дайындап алғаннан кейін кремін дайындауға кірісемін. Менде бұл жерде сметана, қаймақ 20%-дық және үстінен қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламын. Қаймақтың мұздай болғаны дұрыс.
тоңазытқыштан шыққан қаймақты пайдаланғандарыңыз дұрыс болады. Дәл осылай араластырып алдық. Өте дәмді креміміз дайын. Келесі кезекте біз балды тортты жинауға кірісеміз. Ыдыстың астына кішкене крем салып аламын және үстінен коржды қойып, 2 немесе 3 ас қасық кремнен салып, жақсылап жағып шығамын және барлық тортты дәл осы реттілікпен жинап шығатын боламын. Менде дәл осындай торт шықты. Осы торттың артылған креммен төбесін және жандарын жағып шығамын. Келесі кезекте үстінен үгітіп алған корждың үгітінділерін үстіне және жан жағына жақсылап себелеп аламын. Тоңазытқышта 2 сағат уақыт аралығына қалдырдым. Өте жұмсақ, нәзік балды тортымыз дайын. Сіздерге кесіп көрсеткім келіп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Өте жұмсақ болып шығатын торттың бірі. Балды тортты дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы балды торттың толық рецептісін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Описание бөлімінен толық рецептісін көріп, дәл осы балды тортты менің рецебім бойынша жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Көп уақытты және көптеген тағамдарды қажет етпейтін торт деп айтқым келеді. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, сіздермен бірге керемет рецепттерде кездесетін боламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.